1990 жыл 25 қазанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған күн. 1991 жылы 16 желтоқсанда әлем картасында Қазақстан деген жаңа мемлекет пайда болды. 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып сайланды. 1991 жыл Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан жыл. 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздері күні. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүшелікке қабылданды. 1997 жылы еліміздің астанасы Ақмолаға көшірілді. 1998 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен Астана бейбітшілік қаласы атанды. 1997 жыл Қазақстан 2030 стратегиясы қабылданды. 2010 жыл Қазақстан Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. 2011 жылы Алматы және Астана қаласында қысқы Олимпиада ойындары өткізілді. 2017 жылы Экспо халықаралық көрмесі Астана қаласында ұйымдастырылды. 2019 жылы Астана қаласы Нұр-Сұлтан болып өзгертілді. Қазақстан 2050 бағдарламасында мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан.